Армысыздар, құрметті достар. Бүгін сіздермен JSSB24 қосымшасының қандай мүмкіндіктері бар, сіздер үйде отырып онлайн қандай операцияларды жүзеге асыра аласыздар, соны сіздерге айтатын боламын. Банк салымшыларында JSSB24 қосымшасы барлықтарыңызда бар. Жоқ болса Play Market App Store'дан жүктеп алсаңыздар болады. Ары қаратай міне осы қосымшаға кіреміз. JSSB24 қосымшасына мына жерде міне войти деген кнопка бар. Войти деген кнопканы басып, өздеріңіздің нөмір телефондарыңызбен және парольдарыңызды жазасыздар да кіресіздер. Кейбір азаматтарда паскод деген болады, яғни 4 санмен кіре береді, жылдам кіру. Енді қараңыздар достар, JSSB24 қосымшасына кіргеннен кейін ең соңында операция деген бөлімшесі бар. Операция деген. Бұл жерден сіздер не істей аласыздар? Онлайн үйде отырып өзіңізге керекті справканы алсаңыздар болады. Депозитіңізде қанша ақша бар, қалғаны қанша деген сияқты. Ипотекалық қарыз болса, соның несін шығаруға да болады, қалдығын. Судный задолженность дейді ғой. МПФ-тегі ақшаларыңыздың жаңағы выпискасын шығаруға болады. МПФ-тен ақша түссе шотыңызға, міне онлайн ешқайда бармай-ақ осы жерден бәрін істеуге болады. Ары қаратай депозит деген бөлімді бассаңыздар, міне мына жерден семейный пакет создавать ете аласыздар. Яғни бірнеше адамға депозит ашқан болсаңыз, туған-туысқандарға солардың иін нөмірлерін теріп, өзіңіз бір жанұяны осылай жасасаңыз болады. Өзіңіз әр адамның шотын қадағалап отыра аласыз. Изменение условий депозита, яғни шарттық сома, жаңа жылдық мерзім, ай сайынғы салымды өзіңізде осы жерден өзгертсеңіз болады. Объединение депозитов, міне бұл жерде сізде бірнеше депозит болса және тарифный программалар бірдей болса, яғни бастау, баспана, сондай депозиттерді бір бүтін депозит жасай аласыздар. Және банк бөлімшесіне бармай-ақ расторжение депозита жасай аласыздар. Достар, 200 мың теңгеге дейін мобильный қосымша арқылы, ал интернет банкинг арқылы, яғни видеозвонокпен 500 мың теңгеге дейін ақша шеше аласыздар. Дәл осы жерде мына депозитті басасыздар, өздеріңізге жаңағы расторжение жасайтын, бірден сізге бұл жерден комиссиясын шығарып береді. Депозит 3 жылға толмаса госпремия ұсталып қалады, бәрі ақпарат береді, қол қоясыздар. Және 5 күннен кейін кіресіздер да сол жаңағы ақша шешуге, жаңағы расторжение жасауға өзіңіздің согласияңызды бересіздер да, бірнеше жаңағы банктың функциясын орындайсыздар, яғни суретке түсу, жаңағы иін жазу, код жазу деген сияқты ақшаңыз текущий шотқа түседі. Текущий шоттан ары қаратай өзіңіздің жаңағы Каспийіңізге және басқа да депозиттеріңізге, жаңағы шоттарыңызға аударбасаңыз болады. Присвоение признака государства. Сізде бірнеше депозит бар делік. Яғни сіз қандай да бір депозитке ақша жинап жатсыз. Сол депозитте мынандай госпремия деген болмаса, міне мына жасыл көріп тұрған шығарсыздар. Соны міне госпремия белгісін қойып, міне өздеріңіз сол депозитке ақша жинап, сол депозитке госпремия алу, өзгертуге мүмкіндіктеріңіз бар. Деление депозита, яғни частичное снятие болса, осы деление депозитаны басып 200 мың теңгеге дейін дәл осылай өзіңіздің депозиттен шешіп алуға болады. Міне достар, қолданыңыздар. Мына жерде міне алғы бетке өтетін болсаңыздар, міне депозит деген басатын болсаңыздар, міне дополнительный информация деген бар. Дополнительный информацияға бассаңыздар, ең соңында жыл соңына дейін қанша ақша жинау керек, госпремия алу үшін максималды, сол сума көрсетілген. Міне депозит қай кезде ашылған, барлық осы жерден қолдана алсаңыздар болады. Яғни бұның бәрі ешқайда бармай-ақ онлайн. Достар, менің YouTube каналыма жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, сау саламат болыңыздар.